Мен несиені қалай төлемесем болады? Менің есімім Назгүл, мен Қарызсыз қоғам жобасының заңгерімін. Несиені қалай төлемеуге болады деген сұрақпен бізге жиі жүгінеді. Банкроттық ол қарызды заңды түрде құтылудың бір жолы. Бірақ ол барлығына бірдей келе бермейді. Егер мүлкіңіз болса, табысыңыз болса, немесе жеке кәсібіңіз болса, оны рәсімдеу қиын, бірақ мүмкін. Қандай құжаттар қажет? Ең алдымен ЭЦК кілтіңіз, содан кейін мына құжаттарды дайындау керек. Ол жеке кредит мәселесі, зейнетақы аударымдары туралы анықтама, табыс туралы және де мүлкіңіз туралы мәлімет. Өтініш беру процесін өз бетіңізше түсіну қиын. Қателіктер бас тартуға немесе ұзақ уақытқа созылуы әбден мүмкін. Заңгерлерге ақша жұмсамаңыз, тегін кеңеске тіркеліңіз. Сіздің жағдайыңызды қарастырып, құжаттарды дайындауға көмек береміз. Сұрақтар бойынша біздің колл-центрға хабарласыңыз.